Сәлем, бүгін болгарскийді, яғни тәтті бұрыштарды қысқа сақтаймыз. Болгарскийді тап-таза етіп жуып аламыз. Жуып алғаннан кейін толық кептіреміз. Сосын осылай ішіндегі дәндерін алып тазалаймыз. Дәл осындай беті жабылатын күленкаға сиғанша салып, күленканың ішіндегі ауасын шығарып, бетін жабамыз. Бұл болгарскийді алдағы уақытта кез келген тамаққа қолдана береміз. Және голубцаға да дайын болып тұрады, арасына салмасын салып, тамақ дайындай береміз. Келесі болгарскийді турап сақтаймыз. Бұны да барлық тамаққа қолдана береміз. Таңғы ас менеменге де ыңғайлы. Көлемі жағынан майда етіп турадым, барлық тамаққа ыңғайлы болсын деп. Бұны да күленкаға салып, ауасын толық шығарып, бетін жабамыз. Көріп тұрғандарыңыздай дайын болды. Енді осыны морозилкеге салып қоямыз. Алдағы кез келген уақытта алып тамаққа қолдана береміз.